Алаш қайраткері, ұлт зиялысы, жалынды ақын, педагог Мағжан Жұмабаевтың қазақтың тағдыры келешекте ел болуда мектебінің қандай негізде құрылуына барып тіреледі. Мектебімізді таза, берік һәм өз жанымызға, қазақ жанына үйлесетін негізде құра білсек, келешегіміз үшін тайынбай-ақ серттесуге болады деген сөздері нөмірі 90-шы дарынды балаларға арналған мамандандырылған мектеп гимназиясының қағидасы іспеттес. Қазақстан Республикасының Нұрлы көш бағдарламасы аясында дүниеге келген Асар Мөлтек ауданындағы Өзбекстаннан қоныс аударып келген қандастарымыздың балаларына арналып ашылған аталмыш білім ордасы жалпы орта мектеп мәртебесімен 2012 жылы салынған болатын. Жан-жағында құрылыс жүріп жатқан жапан дала, көлеңке боларлық бір тал ағаш жоқ, көңіл құлазытарлық көрініс. Ал сол көріністің жасыл желекке малынған, қазіргі таңда шымбаланың шырайын кіргізіп тұрған ең көрікті білім беру ұйымы болып өзгеруіне және 10 жылдай уақыт ішінде дарынды балаларға арналған мамандандырылған мектеп гимназиясы мәртебесіне жеткізген аталған білім беру ұйымының директоры Арман Орынбековтің шебер басшылығы. Қазіргі таңда 2500-дей жеміс, декоративті ағаштар, 3000-ға жуық раушан гүлі, 1000-ға жуық қызғалдақ отырғызылды. Мектеп мұғалімдері мен оқушылардың ағаш отырғызуы дәстүрге айналған. 10 жыл ауыз толтырып айтатын көп уақыт емес. Бірақ уақытты өз қалауына бағындырып, қомақты жетістіктерге жеткісі келетіндер үшін үлкен мүмкіндік. Аталған білім ордасының қалыптасып, жетістікке жету жолында Шымкент қалалық білім басқармасының басшысы Жанат Арыспекқызы Тәжиеваның және әдістемелік орталық қызметкерлерінің қолдауы үлкен болды. Оқушылар контингентін Өзбекстан, Түркменстан, Қытай Халық Республикасынан келген қандастардың балалары құрады. Білім сапасы ұлттық бірыңғай тесттен жоғары көрсеткіш көрсету дегенді ойлаудың өзі қиял сияқты болды. Соған қарамастан 2012 жылдан бастап ұлттық бірыңғай тест нәтижесі бойынша қала мектептерінің арасында бірінші орынға шығып, қазіргі уақытта 200-ден астам мектеп арасында үздік үштіктен көрініп келеді. Ұлттық бірыңғай тест бойынша 72 алтын белгі, 44 үздік аттестат иегері шығып, 700-ден астам оқушы мемлекеттік грант иегері атанды және әр жыл сайын бітіруші түлектердің 80-90% мемлекеттік грантты иеленіп келеді. Алыс жақын шетелдерде білім алып жатқан шәкірттерімізді де мақтан тұтамыз. Жетістікке жету жолында мектеп басшысы Арман Орынбековтің өзінен бастап, мектептің озық ойлы, кәсіби біліктілігі жоғары үздік ұстаздарының қолтаңбасы жатыр. Соның бір жемісі әдістемелік құралдар кешені. Қазіргі таңда саны 90-нан асты. Білім сапасын көтеріп, балаға жан-жақты білім беруді қамтамасыз етіп, сыни ойлауын, логикалық қабілеттерін дамытуға ықпал етіп келеді. Оларға Қазақстанның тұңғыш еңбек ері, білім саласының үздігі Аягүл Миразова да жоғары баға берді. Мектептің қалыптасуынан бастап, жасалып жатқан жұмыстар мен іс-шаралар жайында мектептің тыныс-тіршілігін жан-жақты талдап, саралайтын мақалалар да жеткілікті. Оқу үдерісінің сапалы ұйымдастыруына да ерекше назар аударылады. Мұғалімдер жаңартылған білім мазмұны аясында түгелдей сертификатталған. Мұғалімдер қатарында PhD докторы, ғылым кандидаттары, магистрлер, шебер, зерттеуші және сарапшы санатындағы педагогтар жетерлік. 63 оқу кабинеті, заманауи үлгіде жабдықталған арнайы STEM, биология, химия, физика кабинеттері және ағылшын, орыс тілдеріне арналған лингофондық кабинеттер бар. Мұғалімдерге сабақтарын түрлендіріп өту үшін барлық жағдайлар жасалған. Барлық кабинеттер интернетке қосылған, компьютерлермен қамтамасыз етілген. Білім беру мекемесінде оқушының қызығушылығы мен бейінін анықтап, дамытуға түрлі жағдайлар жасалған. Спортқа, өнерге бейім оқушылар үшін 33 үйірме жұмыс жасайды. Оқушылардың арасында салауатты өмір салтын қалыптастырып, өнерге құштарлығын ашып қана қоймай, қабілеттерін шыңдап, қалалық, облыстық, республикалық және халықаралық деңгейдегі байқау жарыстардың жеңімпаздарын шығарды. Атап айтар болсақ, қалалық өнер байқауынан гран-при иегері, оқушылар мен мұғалімдер арасындағы спорттық жарыстарда
үздік үштік құрамында және әкім кубогынан екінші орында жеңіп алған. Жас өнерпаз Өмірбайұлы Сағын халықаралық голос дети ән байқауының супер финалисті атанды. Оқушылардың шығармашылығын жетілдіруге мектепке арнайы алынған логикалық ойындардың, шахматтың, тәрбие сағаттарында 15 минут сол қолмен жазуға бейімдеудің, сыныптан тыс уақытта кітап оқытудың, абай қара сөздерін аптасына бір рет 500 оқушыны бірден қамти отырып талдатудың, дебат, тағы да басқа қосымша жұмыстардың жүйелі түрде жүргізілуінің ықпалы өте үлкен. Оқуға құштар мектеп, дебат, мектеп театры жобаларының тиімді жүзеге асырылуына да септігін тигізуде. Бұдан басқа хор, хореография және қолөнер үйірмелеріне қатысатын оқушылар да өнер биіктерін бағындыруда. Оқушылар жаратылыстану пәндері бойынша алған білімдерін тәжірибелік тұрғыда мектеп жанынан Ақордасы корпорациясының демеушілік көмегімен құрылған жылыжайда жүзеге асырылады. Жанды табиғат бұрышы жасақталған, кеттер, қоян және қырғауыл өсіру қолға алынған. Оқу бағдарламасынан әліппе оқулығы алынып тасталғанда, бірінші сынып оқушыларына кітапханадағы әліппе оқулықтары таратылып беріліп, сабақ барысында қолданылды. 2022 жылы әліппе оқулығы Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым Министрлігінің тарапынан оқу бағдарламасына қайта ендірілгені мәлім. Әр 90 сайын әкімшілік 90-лық жиынтық бақылау жұмысын алу кешенді түрде жүргізіледі. 90-лық жиынтық бақылау спецификациясына негізделіп жасалған тапсырмалардан шебер педагогтар мен республиканың үздік мұғалімдерінен тұратын сараптама тобының мүшелері 2 нұсқадан тұратын әкімшілік 90-лық жиынтық бақылау тапсырмаларын құрастырады. Кесте бойынша бақылау жұмысын алуға да, тексеруге де пән мұғалімдері қатыстырылмайды. Сараптама тобы тексеріп болған соң мониторингке шығарылады. Бұл бағаның шынайы, әділ қойылуына ықпал етіп, білім сапасын көтеруіне әкеледі. Оқулықтардың ішкі мұқабасына мамандықтар тізбесі жапсырылып, оқушы мен ата-ананың мамандық таңдауына бағыт-бағдар беріліп отырады. Қала, облыс, республика және халықаралық деңгейде жетістіктерге қол жеткізіп, оқушылар және мұғалімдер 523 жүлделі орындарды иеленді. Халықаралық олимпиадалар, ғылыми жоба, түрлі байқау сайыстардан 69 оқушы, республикалық олимпиадалар, ғылыми жоба, түрлі байқау сайыстардан 163 оқушы, интернет олимпиадалар мен байқаулардан 468 оқушы, ғылыми жоба бойынша қалалық конкурстардан 69 оқушы жүлделі орындарды иеленген болса, республикалық ғылыми жоба сайыстарында оқушылар 10-нан астам жүлделі орындарға ие болды. Жалпы білім пәндері бойынша олимпиаданың республикалық кезеңінде 11 оқушы жеңімпаз атанып, 2020 жылы дарынды балаларға арналған мамандандырылған мектеп-гимназия мәртебесін алғаннан бастап, қала бойынша 2-ші орында келеді. Қазақстанның үздік 100 олимпиадалық мектебінің құрамындағы 40-қа енді. 2021 жылы қала мектептері, жоғары оқу орындары, колледждер арасында елбасы медалымен 40-қа жуық оқушы марапатталып, нәтижесі бойынша 1-ші орынға шықты. Мектеп директоры және тарих пәнінің мұғалімі Орынбеков Арман Шымбайұлы Қазақстан Республикасының үздік педагог 2019 байқауының жеңімпазы атанып, үздік 10-қа еніп, Лондон қаласында өткен әлем мұғалімі 2020 және әлем мұғалімі 2021 жүлделерін іріктеу кезеңдеріне қатысты. Шымкент қаласынан тұңғыш рет Қазақстанның еңбек сіңірген ұстазы құрметті атағына ие болды. Білім ордасында ұжым басшысының үлгі алып, жетістікке жетіп жүрген ұстаздар аз емес. Өнер саласында өзінің көп жылдық жемісті еңбегі үшін тұңғыш президент елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың қабылдауында болып, алғыс хатымен марапатталған. Білім беру ісінің үздігі зейнеткерлікке шықса да, білім саласынан қол үзбей, шәкірттері республикалық, халықаралық деңгейде өнер биігін бағындырған тәжірибелі ұстаз Амрина Роза, тарих пәнінің мұғалімі, Қазақстан Республикасының үздік педагог 2020 байқауының қалалық кезеңінің жеңімпазы, республикалық олимпиада жеңімпаздарын дайындаған Табилдиева Айжан Темірханқызы, тарих пәнінің мұғалімі, 2021 жылы Қазақстан Республикасының үздік педагогы 2021 байқауының қалалық кезеңіне жеңімпаз атанып, республикалық кезеңге жолдама алған, республикалық олимпиада жеңімпаздарын дайындаған Есенбекова Күлімкөз Шернабайқызы және 2022 жылы өлкетану оқулығының авторы, республикалық олимпиада, ғылыми жоба конкурстарының жеңімпаздарын тәрбиелеп шығарған Шерманова Жанар Томанқызы сияқты ұстаздар да мақтанышымыз.
Басқа да талантты ұстаздарымыз аз емес. Оқушылардың бойында қазақ халқының тарихына деген қызығушылықтың, отанға деген сүйіспеншіліктің қалыптасуына ерекше мән беріледі. Оның жанды дәлелін тарихи құнды жәдігер Алып Тайқазанның ағаштан жасалған көшірмесі, алтын адам макеті, киіз үй, қос дөңгелекті арба, қыл қаламмен салынған тарихи картиналар, тағы да басқа туындыларды көре аламыз. Бұлардың барлығы оқушылар мен көркем еңбек пән мұғалімдерінің қолынан шыққан дүниелер. Өнерпаз оқушылар үшін демеушілер тарапынан ұлттық киімдер тігіліп, ұлттық аспаптар алынды, мольберттер жасалынды. Мектептің бірінші қабаты және спорт зал, кітапхана, эстетикалық талғамға сай ұлттық құндылықтар мен тарихымызға негізделе отырып безендірілген. Мектеп-гимназияда бала өмірінің қауіпсіздігі басты назарда. Осы орайда адамның бет-әлпетін танитын турникеттер орнатылған. Оқу кабинеттеріне, мектеп дәлізінің қалтарыс жерлеріне, спорт залдарда, асхананың ас дайындау бөлмесі, демеушілер тарапынан бейнебақылау құрылғыларымен жабдықталған. Ұялы телефондағы қосымша жүктеме арқылы ата-аналар да баласын бақылай алады. Алаш қайраткері ұлт ұстазы Ахмет Байтұрсынұлының мұғалімі қандай болса, мектебі де сондай болмақ дегеніндей, нөмірі 90-шы дарынды балаларға арналған мамандандырылған мектеп гимназиясының басшысы да, мұғалімдері де білімдері мен кәсіби біліктіліктерін үздіксіз көтеруден, іздену мен еңбектенуден жалыққан емес. Балаға білім беру жолында өз білімдері мен біліктіліктерін мектеп мұғалімдері де ұдайы шыңдап отырады. 1-тоқсаннан кейін күзгі демалыс кезінде мектепшілік мұғалімдер олимпиадасы, пән бойынша тестілеу, жалпыға міндетті білім беру стандартында оқушылардың пән бойынша меңгеріп шығу дағдыларын білуі, Блум таксономиясына негізделген қысқа мерзімдік жоспар құру, эссе жазу сияқты кезеңдер бойынша өткізіліп тұрады. Іріктелген жеңімпаз мұғалімдер қалалық мұғалімдер олимпиадасына жіберіледі. Ал сәуір айында 4-ші тоқсанда екінші рет өткізілген олимпиада нәтижесі бойынша іріктелген үздік мұғалімдер Қазақстан Республикасы үздік педагог байқауына жіберіледі. 2020 жылы президент Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың тапсырмасымен Абай Құнанбайұлының 175 жылдық мерейтойы аясында Абай есімін беру ұсынылды. Қаулы шықты. Қазіргі таңда ономастикалық комитет ресми түрде аталумен айналысуда. Аталмыш білім беру мекемесі алдымен 2012 жылы жалпы орта мектеп, 2020 жылы тамыз айында гимназия, сол жылы желтоқсанда дарынды балаларға арналған мамандандырылған мектеп-гимназия мәртебесін алды. 10 жыл ішінде мектептің көптеген жетістіктерге жетіп, республикаға танылуы осындай талантты ұстаздардың арқасы дегіміз келеді.